Сәлем достар, кастер, лайк басыр, колокольчик басыр. Менің қонақтарым. Мама Санара. И красипетка, бұл видеода біз екінші Back to School сериямыз. Екінші бөлімі. Бірінші бөлімінде көрдіңіздер, біз сарафан алдық. В общем, сондай киімдер алған болатынбыз. Екінші бөлімінде біз қазір канцеляриясын көрсетеміз. Келесі үшінші бөлімі болады. Үшінші бөлімінде шалбар алды, ақ рубашка, сосын бомбер, в общем, сондай туфли, анау-мынаулар алған, соларын көрсетеді. Ал қазір бізде екінші часть өте қызықты болады, себебі біз бұны Қытайдан заказ беріп алдырдық. Өмірімізде бірінші рет канцелярияны Қытайдан алдырып жатырмыз. И қазір бұны бәрін көрсетеміз. Еще қандай десеңіздер, Стич. Соны айтады, мен Стичтің заттарын полный канцеляриямды, сумка, прям полный Стич жасағым келеді деді. Қызымның арманын, сөзін жерге тастамай арманын орындағым кеп, Қытайдан арнайы заказ бердік. 10 күннің ішінде жетіп келді. Ал енді бұл таңертең келген болатын. Қазір бізде түн болып жатыр. Фатима әрең шыдады, осыны көргісі келіп, қайта келіп, мынаның ішін ашып, біз қараңыздар, ашып үлгердік. Бетіндегі 200 затын көріп үлгердік. Ары қарай специально көрсетпей қойдым, қызық болмай қалады, видеода көреміз деп. Так что мына жақтарын біз әлі көрмедік, бетін ғана көрдік. Иә? Дайынсың ба? Иә. Давай, мен саған ашып беріп отырамын, сен көріп отырасың. Келісесің бе? И көрсетіп отырамын. Давайте, ал сіздер дайын болсаңыздар, біз не істейміз видеомызды? Бастайық? Иә. Ең бірінші мына нәрседен бастағым кетті. Давай, мен саған ашып берейін. Мә. Бірінші сен көр, сосын мен көрем. Сосын бар достар көреді. Бірінші өзі көру керек екен. Көрсет енді. Алыстан көрсет. Камерадан көріп. Болт бар, сердечко бар. В общем, аузының ашылуын мен көрсетіп жіберейін. Иә. Нәбір жер бар ғой. Дейді екен ғой. Ашамай отырмын. Мына жер мынандай трубочка, міне. Былай трубочкамен ішеді. Мен істеп И былайынан сумкасының бір шетіне салып қояды, в общем. Кішкентай ғана Фатима, потому что үлкен су іше алмайды. Литровый, мынау 0,5 су ішеді. Я хочу сама попробовать. Давай басқарам. Все, удобно. Іше бересің. Күшті ма? Назма? Суреттері күшті, прям Стич. Мына қараңыздар, Стич. Мына қараңыздар. Мына сурет ұнамады бірақ Фатимаға, иә? Иә. Қорқынышты деп. Конфет, радуга, в общем. Осындай әдемі. Күшті екен. Сіздерге ұнады ма? Тыштық. Келесін көрсетеміз ба? Я хочу первый. Давай. Көр бойын. Давай. Вау. Папкалар. Сенде ғана болады осындай папка, иә? Мә, қараңыздар. Еще әртүрлі ма деймін? Қараңыздар. Мына папкасы көрсетейін енді. Мына папкасы осындай. Иә. И мына папкасы. Бетінен сүйіп тұр қызы. Сол. Мынада бүйтіп тұр. Баласы мен папасы. Иә. Мен аяқтан мынандай. Қараңыздар, бұл былай ашылады екен. Былай ашылады. Былай жабылады. Фатима сурет салғыш, өздеріңіз білесіздер. Біреусіне үйде салған суреттерін салады. Біреусіне жаңа вокалға барады ғой, өлең айтуға. Содағы өлеңдерінің бәрін осыған салып сақтайды. В общем, Фатимаға екіншіге сабақтарын салады. Екіншіге рисунктер бар. Өте күшті папкалар. Сенде ғана олайын деп тұр ғой, иә? Иә. Білмеймін, может, Алматыға да келіп сатып атқан шығар, біз өзімізше сенде ғана деп қоямыз ғой. Мүмкін. Так, қайшы ашып көрсете ғой. Сен давай соны аша бер. Қалай сатып? Былай жыртып жүрді. Білмеймін. Маған мынау қызық болып тұр, мынау не нәрсе? Сен соны аша бер, мен мынаны ашып көрсетейін. Ана, менің затым. Ой. Бұл енді канцелярияға дым қатысы жоқ, қараңыздар. Әйнек трубочка. Канцелярияға вообще жатпайды. Қараңыздар. Мынандай жуатын щеткасы бар, мынандай алтау трубочка бар. Бізде үйде биоз ішеді, в общем, сок ішеді, кофе ішеді. Я не смогу открыть. Ашып берейін бе? Менің затым, ура!
Менің затым. Мә, өзің көрсет. Ушки вам приберу. Мә. Оны не қалдың енді қазір жоғалады ғой. Өзің ашып көрсет. Чтобы не порезаться, мынандай. Сосын бұны Аша берейін. былай алады. И сосын бұны кесуге болады. Өйткені сумка жыртылып қалатын сияқты бұл ножницалар. Бір жерін кесіп алмас үшін ол да дұрыс. Иә. Мә. Вот такой вот розовый. Та-та-та, телефонын ашып тастадым мен. Вау, ма. Хорошо, тоже. Саған кішкене қиындау сияқты ашу. Жақсы. Басында қиындау болады, сосын мынау кішкене ашылып оңайлау болады. Міне тиын қағаз ақшаларын салғанға специально осындай таңдадық, потому что анандай бүйтіп жиналатындар оған қағаз ақша бұл көп самайды. Бұл тиын ақшамен барады мектепке. Сол себепті қатты ете ғой. Үйреніп аласың, мынау просто ана міне уже болды, оңай болып жатыр. Суретін көрсетсең, қандай стич екен. Я не смогла. Ну, завтра научусь. Вот такой вот кішті розовый стич. Баласылар. Міне мынандай ручкалар. Қазір Фатима өзі сіздерге көрсетеді. Мен міне ашып қойдым. Көрсете ғой. Иә, сізге сол. Так, мынандай. Бірінші мынандай. Бомба ручкалар. Көрсетіп ала қойсын. Көп ручкаға заказ беріп қойған сияқтымыз. Да, мне кажется, тоже. Ну, мне уже. Мынау фиолетовый түсті ручка. Мынау розовый. На флок. Барлық На цветін көрсет. фиолетовый. Вот. Мекиш. Ала бер. Аша бер. Мінекей мынандай ғой. Бәрі стич қараңыздар. Полный стич. Разноцветный ручка деп қоям, ашып көрейікші өзі. Ручка емес, мынау Фатима. Фломастер шықты. Фломастер болып шықты ғой, мен мынаны ручка деп алғам ғой. Сөйтсем, мына екі жағы да бір жағы мынандай қалың, бір жағы жіңішке. Мынандай розовый. Вау, круто, Фатима. Тағы да сондай розовый. Сосын мынандай көк. Тағы да көк. И тағы да нежно-розовый, басқа нақты сүйсіп тұрған. Сүйсіп тұрған? Я сүйсіп тұрған. Кіммен кім сүйсіп тұр? О, Мынандай суретін айтып. Түсінбей қалдым, мынаны айтып тұр ғой. Мінекей, общем, осындай алтау шықты ғой. Ал, на запас саған. я думала, что біреу келеді. Жақсы болды, сурет салғанда, пайдаланасың. Біреуін арушкаға, біреуін ағаңа, мына көк цветтің ағасына, розовыйдың біреуін арушкаға береді. Қиын ба? Күшті екен. Я же себе купила это все. Очень мынандай. Зачем я Неше цвет? делиться Біреу, этим? в общем, айбай мама. Зачем? Сары. Вы считаете, сколько? В общем, сөйтіп өздерің істесіңдер. Мә, 6 ручка, Я хочу первое. Сумкаңды соңына қалдырайық. Міне сумкасы көрініп тұр, соңына қалдырайық. Или? Резинкалар. Я думала, резинка совсем, колготки. Капроновые колготкиларға заказ берген Фатимаға. Как раз сенің размерің, қара? Мама, я хочу показать вот такие вот сердечками. Сердечки, біз ойлағандай, Телесный цвет, күшті, Такой дача. телесный цвет с сердечками и черный цвет с сердечками тоже. Тоже сердечками, да? Да, вот здесь. Просто не видно немножко из-за черных. Мә, күшті, дача. Жинақ қойса енді. Я сосын деп. Ойбай, сосын деп мұжи саған нес, бүкте. Ой, шучу. Мына күшті нәрсені көрсеткім келіп тұр. Маме первую. Мен ашып берем, өзі көрсетеді. Что? Фатимада, ойбай байқа. Фатимада телефон жоқ, білесіздер, iPad қана. Сонымен мен өзімнің 13 мини айфонымды беріп жатырмын Фатимаға. Я бірақ біз оны қазір тауып алу керек. Соны үйден тауып алып, iPhone 13 мини телефонын осындай кішкентай чехолға салып, стич болып жүреді, телефон да стич, полный стич болайын деп тұрсың ғой сен. Доча, әкемен бүктей салайын. Көрші ана чехолыңды. Күшті ма?
Как будто бы төсекте. Сол чехолың өзі күшті болып шықты. Мен мынандай күткен жоқпын, бір 300 ба 400 ба сондай теңге қалып, елі Зачем вы еще. мне это купили? Я когда буду смотреть на телефон. Сен звондаймыз ғой біз саған. Нет, я когда буду смотреть на телефон. Я захочу в кровать. Та-та-та-та. Мә ручкаларын салып қой. Біз Фатимаға пенал алмадық, үйде пенал деген көп Фатимада. Алдық қой. Сол пеналдың орнына мынандай алдық, или алдық па тоже пенал. Алдық қой. В общем, мынандай алдық. Фломастерге. Ручкаларын сондай салғанға деп. Андағылар сыймайды енді Фатима оларды сал. Сыймайды. Бір екеуін ғана сал болды, қалған салма. В общем, міне күшті ма? Ну, тек қана типа ножницы сондай салуға болады тек қана. Фатима біз көп алып қойыппыз вообще. Мынаны қара тағы да. Мына өшіретін ручкалар кажется. Мынау деген гульфи. Мынандай тоже звездочка гульфи. Аяғына кие салады, кете береді. Бәсе? Я хочу... Сердечко, капрон, 3 капрон колготки, плюс мынандай. Алматыда сентябрь бойы Ушетін ручкалар. Биыл ушетін өткені. Қайсы көрейік? Өшіретін ручкалар ма екен? Я ушетін. Міне суретін қараңыздар. Өткені Суретін көрсетіп отыр. вообще в школе, конечно, уже в 2 классах можно пользоваться Не, этим ручками. жазып көрсетейік па? Жоқ, мам, титрс. Алып тастадым. Уже абсолютно. Жазып көрсетші. Давайте. Мынандай блокнотқа заказ бердік еще кішкентай. Өзіне Вы камень записывайте тем свои оценочки, наверное. өзі білет, не жазғысы келеді. Қызымда андай не істеген жоқпын, тоқта. Қазбай. Вау, қараңыздар. Липучка. Это мурай. Бұдан негізі мен 3-4-еуге заказ бергем, сөйтсем бірақ штук кепті. Іші мынандай қараңыздар. Мынандай. Мә, соған Фатима деп ең соңына жазып көрсетсей. Жоқ, үлкен. Мә, не көп фломастер көп болайын деп тұрғаннан қараңыздар. Көрсетем аш. 80 қараңыздар. 80 штук. Ішінде. Мінекі, қараңыздар. Бір мешок фломастер. Бұл фломастердің бәрін Фатима вообще сабағын апармайды, потому что мынаның бәрін апару невозможно. Бұл Фатиманың творчествосына арналған фломастерлер. Үйде өз сурет салып, отыруға арналған. Мынаны қараңыздар. Өйткені мен уже давно сурет салмаймын. Қайсысы анда қалай түседі екен? Фатима деп жаздым. Қайсы мен көрейінші? Ну, это, конечно, не видно. Көрініп тұр, гелевый екен. Я говорю. Гелевая ручка, в общем. Казушечение. Өшіріп көрші. Вот, смотрите. Көрдің бе фломастерін жаба берейін бе, Фатима? Я көрдім. Көрдім деді. В общем, үйдегі творчествосына арналған фломастерлар. Ну вот и смотрите, как это легко. Пару минут и все. Өшірілді ма, шынымен ақ? Бірақ гелевыймен жаздырмайды ғой саған. Ойбай, бүкетін бе? Мә, өшқадынан қараңыздар. Жаңағы Фатима деп жазғаны. Күшті екен, иә? Маған бәрінен де мына блокнот ұнады. Қараңыздар. Мынаны қараңыздар. Әр страницасында мынандай. Короче. И сөйтесің да, мынаны алып келесің да, липучкаға іліп қоясың. Сосын чик деп ашасың. Мен оны сабаққа апарам, и сосын барып сабаққа жазамын. Күшті. Вау, Фатима. Киіп келесің бе? Давайте. Мынау үйде киетін домашний одежда. Жоқ, бұл домашний емес, далаға шығатын. Далаға шығатын ба? Я, футболка. Еще. Вот. Материал онша емес екен. Жоқ, онша. Вот мен кеттім. Онша. А сіз? Мен көрсете берейін ба, пока? Көрсетемін. Мен көрсете берем, қазір ол киімін ауыстырып келеді, в общем. Мен бағанан бері мынау деп қайта резинка деп іздеп отырғаным, мына нәрсе болатын. Қараңыздар. Мектепке барған кезде әр түрлі резинканы тағып баратындай сердечкамен қараңыздар. Сердечко, жаңа колготкинде как раз сердечко. Мынандай гүлдермен, принттері күшті екен. Узнаете меня? Кнопка. Вау, как раз болды ма не? Я.
Мә, күшті болды. Анан қараңыздар. Вау. Ал енді осы мен түсірем. Я посмотрю. А. Маған қатты ұнайды. Не пойдет? Енді. Мынаны сразу киемін. Маған Мен осыны көрсетіп атқам, міне, мынандай гүлдермен еще. Ойбай. Камерамды хочу жүріп. гүлдермен. Міне. Мындай роза гүлдермен. Қазір мен осыларды салатын еще бір затқа заказ бергем специально осы қыз үшін ше. Не қылды? Берейін ба? Показать, как я иду. Өзің боласың ба? Мынау специально осындай нәрсе, қараңыздар. Мынандай ағаш, қараңыздар. Мыналарын может үтіктеп жіберсек пышны болады шығар. Бүткіл резинкаларын салып қою үшін аккуратно жинақы тұрады да. Вообще басқа резинкаларымды тоже салып қоямын. Мінеки. Резинкаларын салып қойған. Олар потеряться и пить. И вообще можно это браслет тоже болады. Браслеттеріңді де салып қойсаң болады. Әдемі, қараңыздар. Осылай бүткіл резиналарын жинап қояды. Үйде шашылмай тұрады зато. Сосын мынандай затқа заказ бердім, қараңыздар. Мынау салфетка 120 штуктық. Ішінде бумажный салфетка. Влажный емес, бумажный. Туалетке бару керек болып қалады. Сондай кездерде сумкасында жүреді. В общем, мына жерде ашатын тесігі бар. Линейка. Нахта чел. Звездочки чел. Поцелуй. Надпись Stitch. Линейка, сынбайтын линейка ма? Ойбай, сынады екен. Сынады ма? Сынады. Майстыр ма? Я сынады. Тағы осы бір-ақ штук ба? Вроде. Точно ма? Ортасын тесіп қойын. Осындай бір штуктық. Мынандай. Құшақтасып тұр, в общем. Андан көрсетейін, міне ортасын бейт тесіп қойын. Салфеткасын үш жерден ала береді. Давай аш. Міне ол шашылып жатыр. Мынау түсіп қалған карандаштар тоже Stitch. Барлық Stitch. 24 түстік. Андағы бітті ма? Мінеки 24. 24 штуктық карандаш. Бұның бәрін қазір жаңағы неге саламыз. Ең соңында қалай дұрыстаймыз, соның бәрін сіздерге көрсететін боламыз, жарай ма? Бәрін сумкасына саламыз. Браслет! Тоже Stitch'тің браслет. Ой, қолың көрініп, анаған фокус түспей жатыр. Сен бетіңе фокус түсіп отыр. В общем, мынандай миленький. Давай. Аша ғой. Вау. Покупка наша просто обалдеть. Мә, мынауын көрсет. Клей ашпай-ақ қой, ол клей. Бұл клей. Вот Stitch 5. Мынау тағы резинка, бантик резинкалары бұлар. Мам, у меня уже глаза разбегаются. Мә, мынаған сал. Мынандай бантик сияқты қылып алдық, қараңыздар. Мынандай қап-қара цветі и осындай. На физру, конечно, не повезет. Не цветі. Кремовый цвет, в общем, сарғыш. Тағы резинка. Резинкадан келгенді көрсеттік, в общем. Қайта-қайта резинкасын не қыла береді. Әр түрлі қып тағып бару үшін мынандай да резинкаға заказ берді. Мынау екеуі екі түрлі оқыған нес. Үтіктейміз, в общем, күшті болды. Мына жағынан цвет, мына жағынан цвет. Бұлар швед. Өшіргіш. Қайсы? Міне мынандай өшіргіш қой. Міне шығарып отырады осылай. Енді қайтып кіргіземіз. Ё-моё, енді қайтып кіргізем. Өзің кіргізші қорқып жатырмын. В другую сторону. Міне, мынаны үтіктейміз, сол кезде мынандай бантик болды. В другую сторону аккуратно делаем. Делай. Тағы. Кіргіз өзіңді қойсын, тағы басып қойсын. Мінеки, мынандай браслет, мына что-то қолыңа үлкен болады ау, қызым. Блин. Құртып отырмайықшы екенбіз. Мынау да Stitch, қараңыздар. Әке мен істеп берем. Мынау сенің қолыңа үлкен сияқты кеш. Мына екінші қолыңа істейік. Жоқ, ана қолың. Үлкен бе? Нормально. Көрсет енді, әкел. Блин. Мынау шыға берді ғой мынау деген. Несі?
ұрысқан сияқтысыз. Күшті. Вот. Бір қолға тағым деп тұр. Все. Енді мынаны қалай кіргіземін? Аружанға айтамыз енді. Уже деген наны биттік. В общем, қайтып кіргізе алмай жатырмын. Все. Мы погибли. Тіпті погибли. В общем, Аружан біздің істегіш бұндайды ше. Мынандай қылып шығармағасың ғой. Міне, в общем. Я қояншы өзімнің стич браслетімді. Мынандай невидимка. Менікі и розовый менікі. Тоже сенікі. Бәрі. И простой бердік па не мынандай стичсіз. Или стичпен ба болды. Стичсіз. Тоже стичпен екен. Бәсе стичтің суреті бар сияқты. Менің бетіме фокус кетіп қалатыр ше. Мне, в общем. Әдемі, тоже. В общем, бүткілін осыдан заказ бердік біз ғой. Эй, сумканы көрсетейік та. Мынандай щеткаларға заказ бердік. Ол андағы деген не ғой? Фатима? Ол бартускоға дым қатысы жоқ нәрсе. Мама, көрсетші. Көрсете бер, жарайды. Мынандай щетка үшеусіне Аружан, Мұхамеджан, Фатима үшеусіне. Первый мой. Сидору себе. Вот на Черный катику қоясын. И сосын бір мына қоясын. Щет, анау. Штучканы. И сосын бір блоз дей береді. Мынау мен кереге жабыстырып қоясың. Төбесіне зубный паста тығасың да битіп алады. Бұлар деген зубный пастаны сығатта крышкасын лақтырып кетеді, в общем. Сондайларға арналғанын алдым, в общем. Битіп мына жағынан сығып отырады. Аружан, запомни, белая моя, не твоя. Я выбрала. Черный Мұхамеджандікі, серый Аружандікі, значит. Аружанға бәрібір, кажется, ол осы кезде сондай болған. Маған бәрібір дейтін болған. Мынау не нәрсе, тағы ашылмай қалды ғой. Брелок! Күшті брелок алып етіп қой, мә. Аша аласың ба? Достар, комментарияға жазып кетіңдер. Фума или... Я фейкен ғой. Фатима ғой. Фатима. Әлде Ф деген іздеп отырдым ғой соны 2 сағат. Иә. Сумкасына әледім. Бірісе не болды? Фатима, мынау өте қиын болады саған. Не үшін? Мынаны қараңыздар. Мынандай кішкентай краскаға заказ бергенбіз. Мынау кішкентай. Мынау бірақ бір минусынан қараңыздар. Каждый бит жүреді екен. Каждый битіп ыдысынан шығарып алып отырасың да, енді үстің былғар ма екенсің деп уайымдап тұрмын. Мынау алақан сияқты кішкентай. Сонысына қызығып алып едім ғой, мынандай щеткасымен. Маған қатты ұнады, қараңыздар, пластмасс, удобно. Не, жұмыс істеген кезде соны 3 штугын ішінен алады да. Аштым ғой. Тағы ашайын ба? Иә, тағы ашып. Ішінен керегіңді аласың, шашылып қалады қазір просто, міне. Ішінен бітеді да, керек красканы, мысалы, мына цвет керек болса, мына цветті ғана алады. Үстін былғайма деп қорқып отырмын, көр ал. Фатима сумкасына іліп қояды. Давай енді главный сумкаңды көрсетейік. Это как просто легендарная сумка. Легендарный деп қойттым да легендарный. Легендарный. Үй, деме маған, үй. Легендарный. Дебеке қуып кеткен деме, әкел. Мә, бәсе, уже деген андаймыз ғой, сабырсызбыз ғой, датаба, міне пеналы өзінің. Осыған саласың өзіңнің пеналыңа. Стич. Сумку не показали. Вот такая вот. Я даже чуть не упала в воду. Мә, мынауыңды көресің. Бұл аяқ кімге? Снимать? Сияды. Не снимайте. Қараңыздар, дышы, шорты мен не ғана ғой, көп кішкентай. Наның іші үлкен кәдімгідей. Анау битіп көрсетпей тұр ғой, міне қараңыздар. Міне өп-үлкен кроссовка, спортивкасы мен несі бәрі спокойно седі. Өп-үлкен қараңыздар. Сияды ғой? Это можно использовать на улицу даже. Деп стасаң да отсты да? Деп мен ұстап кеткендей. Тұрып көрсетсе. Не? Бигеде барсаң болады. Ясно. Андақ киіміңмен биге барсаң болады екен. Бокалға барсаң да болады. Бүгін би бар ма? Бүгін қай күн? Понедельник. Ертең бар ғой бейсенде. Бокал бар ма бүгін? Ертең биің бар. Биге, в общем, бутылкасын несін салып барса болады екен. Күшті
күшті шықты Мына сумкасы. бутылканы именно сумканы. Мен мынандай шығады деп ойламадым, қараңыздар. Әдемі болып шықты. Енді простой сумка, просто набор болып шыққанға қуанып жатырмшы. Бутылканың тема іші мынандай. Конечно, съедят. Что за вопросик такие, мама, глупее? Ой, сиді. Бутылкасы да сиді. Ура. Ойбай, анау қуып жатыр. Мына пеналына мә қарындаштарын салшы. Мынандай болып шықты пеналы. Бүйтіп пеналында ұстап жүре берсе болады. Күшті, е? Маған сумкасы қатты ұнады. Папасы ұрсып еді, мына сумканы адам Қытайға заказ бере ма, осы жақтан барып, көріп, тағып алмайсыңдар ма деген ғой. 5-ақ мың қалды. Набор. Нам милкой. Қазір, в общем, салып, сіздерге бәрін бұлай бір көрсетіп шығамыз. Е? Қазір бәрі бос отырсын ғой. Біз жаңа ғана қонақ шақырдық, қонақ кетті. Қазір түнгі сағат 12 болып жатыр. 12-де түсіріп, қазір мен монтаждап, ертең сағат обед 1-ге шығарамыз. Сол үшін біздің еңбегімізді бағалап, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Вот так показывают лайк, а вот так. Нет, я вот так. А вот сердечко. Так что сіздерге сенеміз. Сіздер лайк басқанға дейін біз мынаның бәрін қазір бір-бірінің ішіне салып сіздерге көрсетеміз. Я вон оружие. Пока. Ал балалар, сіздерге Фатиманың стич стиліндегі канцелярия заттары ұнады ма? Ұнаса комментарийға жазыңыздар. Біз бұл стичті алуды біраз пландағанбыз. Дәл ойымыздағыдай күшті болып келді. Мен де қуаныштымын қызым үшін. Прям уже қашан би, қашан вокал болып жатыр ғой, мына сумкамен бару үшінші. Ана бутылкаға су құйып, алло деушін, я. Ана қарандар бақытты болып тұр ғой, ужас. Сол, в общем, сіздерге ұнады деген ойдамыз біздің канцеляриямыз. Енді 3-ші часть Back to School'ды күтіңіздер. Ол да прям күшті шыққан. Біздің өзімізге қатты ұнады. Канцеляриямыз не дейміз енді? Лайк басып, колокольчик басып, мен қорықта болы. Мамасы Анара. И Касипетка, мен ойлаймын, бұл видео сіздерге ұнады. Біз барынша сіздерге күштілеп көрсетуге тырыстық, анықтап, жақыннан, бәрін мақтанып жатыр деп ойламаңыздар. Просто сіздер Back to School қашан шығады дегеннен кейін сол себепті көрсетіп жатырмыз. Біз блогер болғандықтан солай көрсетеміз, мақтанбаймыз, көрсетеміз просто. В итоге біз қазақтарымыз, поэтому қалай біз мақтанамыз вообще. Қазақтар мақтанбайды, да?
Шындығыз. Сол, в общем, сіздерге ұнады деген ойдамыз.